Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлім атауы: көлік және жол белгілері. Сабақтың тақырыбы: әуе көліктері. Сабақтың мақсаты: мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру. Сын есімдердің шырай түрлерінің ерекшелігін, жасалу жолын тану, қолдана білу. Бағалау критерийі: мәтіндегі нақты ақпараттарды сұрақтар арқылы анықтайды, күшейтпелі шырай түрімен танысады, жасалу жолын біледі. Меңгерілетін білім: әуе көліктерінің пайда болу тарихы, күшейтпелі шырай түрі. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі сіздердің 1 балл мен 10 балл аралығында алу мүмкіндігімен таныстырып өтейін. Бағалау критерийіне сәйкес тапсырмалар беріледі. Әр тапсырманың өз дескрипторы бар. Сол дескриптірлер әр қайсысы 1 баллмен бағаланады. Сабақ соңында 3 тапсырманы орындау арқылы сіздер 10 балл ала аласыздар. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар. Оқулықтарында 87-ші бетте ұшақ қалай пайда болды деген мәтін бар. Оқылым мәтіні. Мәтінді мұқият оқып шығыңдар. Сол мәтін бойынша мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар. 2 жіңішке сұрақ, 2 жуан сұрақ. Дескриптор: жіңішке сұрақтар құрастырады, жуан сұрақтар құрастырады, нақты ақпараттарды анықтайды. Естеріңе түсіріп өтейін. Жіңішке сұрақтар бұл бір сөзден құралған жауапты қажет ететін сұрақтар, ал жуан сұрақтар ойлауды, қосымша білімді, талдай білуді талап ететін сұрақтар. Негізгі ақпарат бұл мәтіннің негізгі идеясы, негізгі фактілері. Әр дескриптор 1 баллмен бағаланады. Күшейтпелі шырай. Күшейтпелі шырай дегеніміз не? Ол үшін мына мысалдарға көңіл аударайық. Бірінші қатарда үйлердің суреті берілген. Үйлердің көлемі қандай? Бірінші суреттегі үй бұл 2 қабаттан тұратын үй, яғни биік үй. Ал екінші суреттегі үйлер бұлар көп қабатты үй, сондықтан өте биік үй. Бірінші үйге қарағанда екінші үйдің көлемі өте артық. Екінші қатардағы суреттерде алманың түсі қандай? Бірінші суретте қызыл алмалар, ал екінші суреттегі алманың түсі қып-қызыл алма. Олай болса, бір алманың түсі екінші алмаға қарағанда төмен. Біркелкі сыңдардың бірінің екіншісінен не өте артық, не өте кем екендігін көрсететін шырай түрі күшейтпелі шырай деп аталады. Күшейтпелі шырай 2 түрлі жолмен жасалады. Бірінші, сапалық сын есімдердің алдына күшейткіш буындардың келуі арқылы. Мысалы, бүп-биік, оп-ұзын, жап-жақын, сұп-суық. Күшейткіш буындар негізгі сын есімдермен дефис арқылы жазылады. Тек ақ, көк деген сөздерде күшейткіш буын аппақ, көкпеңбек болып бірігіп жазылады. Екінші жасалу жолы: сапалық сын есімдерге өте, тым, аса, ең, тіпті, нағыз, нақ, шымқай, орасан, ыңғай, кілең сияқты күшейткіш үстеулерінің тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы, өте күшті, тым биік, ең жақсы, аса терең, нағыз жүйрік, шымқай қызыл, орасан зор. Күшейткіш үстеулер сын есімдердің алдында келеді де бөлек жазылады. Ережені балалар сендер түсінді деп ойлаймын. Осы ережеге сүйеніп, ары қарай жаттығу жұмысын орындайтын боламыз.
Екінші тапсырма оқулықта 88-ші бетте берілген. Қазіргі замандағы ұшақтарды сипаттайтын сын есімдерді тауып, оларды күшейтпелі шырай формасында түрлендіріп жаз. Суретте бірнеше қазіргі кездегі ұшақтар берілген. Осыларға қатысты сын есімдерді табыңдар. Үлгі. Мысалы, үлкен. Шырай формасында түрлендіретін болсақ, өп үлкен, тым үлкен, ең үлкен, өте үлкен. Сендер де дәл осылай түрлендіресіңдер. Дескриптор. Сын есімді шырай формасында түрлендіреді, жасалу жолын қатесіз қолданады. Әр дескриптор 1 балмен бағаланады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін сендерге тест тапсырмасы берілді. Тест тапсырманы сілтеме бойынша кіріп, орындап жіберіңдер. Жауаптарын Google дискке түседі. Дескриптор. Әрбір дұрыс жауап 1 балмен бағаланады. Яғни 5 сұраққа дұрыс жауап берсеңдер, 5 бал алу мүмкіндіктерің бар. Бүгінгі тақырып балалар сендерге түсінікті болды деген сенімдемін. Тапсырмаларды орындап, маған кері байланыс беріңдер. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Әрқайсың өз жауаптарын тұсына батырманы басып, кері байланыстарыңды жіберерсіңдер. Бүгінгі тақырыпты түсіндіру аяқталды. Енді сендердің орындаған тапсырмаларыңды күтемін.